Қыздар, қараңыздар, мұнда бізде куриный микстің заттары. Бұл жерде бізде голень бар және тауықтың қанаттары. Қазір кесілмеген түрін көрсетемін. Бізде алып тастаймыз, олсын. Міне көп жерде алмайды. Мына қарасаңыз, мына жерлерін алып тастаймыз. Бұл бізде не болады? Крылышки немен кисло-сладкий соуспен болады, бетіне күнжіт себілген. Осылай алып, наусын мұсырға тастаймыз. Сонда екі бізде мынандай әдемі екі крылышки пайда болды. Мұнда бізде голеніміз және бізде үйректің утка дейді ғой, төс еті. Осыдан қазір наггетсы бар, не жасайтын боламыз? Куриный микс жасайтын боламыз. Мариновкасын жасаймыз. Ол үшін бізге мына бізде қосылатын заттарымыз чеснок. Куриный миксіміз кемінде 2 сағатта мариновкада тұру керек. Асықыс болмасаңыздар, түнде жасап қойсаңыздар, неғұрлым ұзақ тұрған сайын сочный болып піседі. Бізде чеснок кетті. Мұнда бізде паприка, қара бұрыш. Мұнда бізде азырақ қызыл бұрыштан қосамыз. Және кристалликке тұзы. Мұнда бізде сұйық май. Және бізде аджика цинкас. Бұның бізде 150 грамм жартысын қосатын боламыз. Дәмі керемет шығады. Біз барлық тапсырыстарымызды осы рецептпен жасаймыз. Енді осыны кемінде 2-3 сағатқа салқын жерге қоятын боламыз. Бізде куриный миксіміздің пісіріп жатырмыз. Мұнда осылай қатар қойып шығамызда не қыламыз. Менде пісіргенде әркім өзінің печкасының қызуына қарайды. Менде Unix печка цехта 200 градуста 25-30 минут қызарғанша пісіремін. Қазір бұл крылышкалар піскеннен кейін терияки соус пен кисло-сладкий соус екеуін араластырып бетіне күнжітін себетін боламыз.